На территории, на которой государства не было никогда, у казахов не было государственности. На которой государства не было никогда, у казахов не было государства. Біздің елдігіміз қазақтың жұртының арғы кіндігі ғұндардан басталады. Ғұндардан кейін Көктүріктің мемлекеті болады, Көктүріктен кейін Алтын Орда болады. Сөйтіп хандық барлығы келіп осы тәуелсіздікке келіп тіреледі. Сонда үлкен тарихымыз бар. Жастарымыз білу керек еді, біз керше ғана болған қазақ емеспіз. Ғұндардың да, Көктүріктің де, Алтын Орданың да орталық болған жер бұл жер. Мен бір рет айттым, қайталап айтамын. Егер де тәуелсіздікке нұқсан келтіретін болса, онда ұйымдарда Қазақстан еш уақытта болмайды. Ең жоғарғы бағалайтын біздің қасиетіміз, байлығымыз ол тәуелсіздік. Ата-бабамыздың қанымен, теріменен келген тәуелсіздікті біз біріншіден ешкімге бере алмаймыз, екіншіден қасық қанымыз қалғанша біз оны қорғауымыз керек. Біз өзіміздің қауіпсіздігімізді, қарулы күштерімізді, ішімізді, сыртымызды, етек-жеңімізді жиып сақ отыратын болуымыз керек.